Сәлеметсіздер ме? Нөмір 81 Астана English School халықаралық мектебі директорының бейінді оқыту жөніндегі орынбасары Құсайынова Сухрат Төлегеновна. Сіздерге MIP бағдарламасына сәйкес жеке жоба идеядан нәтижеге тақырыбындағы жобамен таныстырамын. MIP бағдарламасы 11-16 жас аралығындағы оқушыларға арналған бағдарлама. Соның ішінде жеке жоба оқушылардың дербестігін, зерттеушілік қабілетін, уақытты басқару дағдыларын дамытатын маңызды және міндетті компонент. Бұл жоба оқушының өз қызығушылығы бойынша тақырып таңдап, зерттеу жасап, нақты өнім немесе нәтиже ұсынатын дербес жұмыс. Жоба оқушының дербестігін арттырып қана қоймайды, зерттеушілік, шығармашылық, рефлексия жасау дағдыларын дамытады. Бұл жай ғана жоба ғана емес, бұл оқушының өзін-өзі тануына, өмірлік дағдыларды меңгеруіне бағытталған инновациялық тәжірибе. Жеке жобаның негізгі мақсаты оқушының дербес қызығушылығына сүйене отырып, жеке идеяны жүзеге асыру. Нәтижесінде қоғамға пайдалы немесе шығармашылық өнім жасау. Оқушының мақсаты өз қызығушылығы бойынша тақырып таңдап, терең зерттеу, уақытты басқару, мақсат қою, рефлексия жасау дағдыларын қалыптастыру. Жалпы жеке жобаны 9-шы сынып оқушылары орындайды. Жеке жоба келесі кезеңдерден тұрады: тақырып таңдау, зерттеу сұрақтарын анықтау, жоспарлау, зерттеу жүргізу, өнім жасау, рефлексия жүргізу, есеп жазу, көрме қорғау. Жеке жоба 3 критерий бойынша бағаланады: И – жоспарлау, Б – этюд дағдыларын қолдану, С – рефлексия. Әр критерий бойынша 0-ден 8 балға дейін қойылады. IB стандартына сәйкес жеке жобаға 1-ден 7 бағаға дейін бағаланады. Жеке жоба бойынша әр оқушыға супервайзерлер бекітіледі. Супервайзерлер оқушыларға бағыт-бағдар беріп, кездесу жасап отырады. Жеке жобаның орындалу кезеңдері бірнеше бағытта ұйымдастырылады. Біріншіден, оқушы зерттеу сұрағын анықтайды және өз мақсатын қояды. Екіншіден, жұмыс жоспарын жасап, уақытты тиімді басқаруды үйренеді. Үшіншіден, түрлі ақпарат көздерімен жұмыс жасайды, деректер жинап талдайды. Төртіншіден, супервайзерлермен жұмыстың барысын жүйелеп, қорытынды өнім дайындайды. Әр кезеңде оқушы зерттеу күнделігі арқылы өз қадамдарын тіркеп отырады. Өз мектебімізде MIP бағдарламасын сәтті енгізіп, жеке жобаны оқушылармен жүйелі түрде жүзеге асырып келеміз. Жоба нәтижесі ретінде оқушылар кітапша, видео, макет, әлеуметтік жоба, бағдарлама, көрме, блог тағы басқа сияқты түрлі өнімдер дайындайды. Осы уақыттан бері бұл тәжірибе жетілдіріліп, жыл сайын оқушыларымыз өз жобасын сәтті қорғап келеді. 2021-2025 жылдар аралығында білім алушылар жеке жоба жұмыстары бойынша IB ұйымының бағалау нәтижесінде жоғары көрсеткіштерге қол жеткізді. Атап айтқанда 7 бағамен 7 оқушы, 6 бағамен 31 оқушы, 67 оқушы 5 бағамен бағаланды. Жеке жоба нәтижесі бойынша оқушыларға IB бағдарламасының сертификаттары берілді. Жоба нәтижесінде оқушылар нақты өнім ұсынып қана қоймай, өз дамуын көрсетеді. Олар зерттеу, рефлексия, академия адалдық, дербес шешім қабылдау дағдыларын жетілдіреді. Сонымен қатар оқушылар көпшілік алдында қорғау арқылы коммуникация қабілетін арттырады. Жеке жоба оқушының өз мүмкіндігін тануына және болашаққа бағыт алуына үлкен әсер етеді. Қорытындылай келе, жеке жоба оқушының жеке қызығушылығын іске асырып, өз бетімен жұмыс істеу мәдениетін қалыптастыратын тиімді жоба. Бұл жоба оқушыны жауапкершілікке, зерттеуге және нәтижеге бағытталған әрекетке үйретеді. Өз тәжірибемде жеке жоба оқушының мен өзім істей аламын деген ішкі сенімін нығайтатын маңызды құрал екенін байқадым.